Баршаға салам достар, бүгін сіздерменен осылай видеоға эффект қою жайлы сіздермен сабақ өтетінбіз. Бұл жерде мен мына табиғаттың видеосы және адам тұрған видеосы, сосын мынандай жай ғана табиғаттың картинкасы, сосын адамның картинкасын қойдым. Осы төрт нәрсеге біздегі эффектілер қалай жұмыс істейтіні жайлы сіздермен сабақ өтетін боламыз. Мінекей біз эффектіге кіреміз. Эффекті видео, мысалы мына жерде эффекті қойылып тұр өзі видеоға. Бұл бір видеоға жай ғана бір эффект емес, одан көп эффект қоюға болады. Мысалы 2-3 эффектін қоюға болады. Мінекей мен 2 эффектін қойдым бір видеоға. Мына жерде тағы осындай эффектін қоюға болады. Мысалы мына глич бар екен, осыны гличті қойдым. Мына бір видеоға осылайша 3 немесе одан да көп эффектілерді қоюға болады. Енді бұл жерде біз барлық эффектілерді видеоға қоятын болсақ, бұл жерде шатасып кетеді барлығы. Сол үшін біз бір эффектіні қойсақ, видеоға түсініктілеу болады. Енді мына жерде мен кішігірім көрсетіп кетейін. Мына эффектінің үстінен басам, мына жерде корректировать деген бар, яғни мына жерде эффектінің скоросты немесе мына жерде атмосферасы бар. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай. Және мына жерде создать копия деген бар, яғни осы эффектінің копиясын осы кнопка арқылы осылайша көбейтіп алуға да болады деген сөз. Енді мына жерде объект деген бар. Бұл жерде объект дегенде мына жерде сіздің қойған наложениеңізді шығады. Яғни бұл объект дегенді кейінгі сабақта түсіндіріп өтетін боламын. Сіздерге эффектін көрсетіп кетейін. Мінекей мына жерде удалить деген өшіріп тастасаңыздар да болады, немесе қайтарып аламыз. Сосын мына жерде эффектін басамыз, мына жерде слой деген бар. Бұл жерде яғни наложение, видеоға наложение сабақтарын алдағы уақытта өтетін боламыз. Ол жайлы да арнайы тоқталып өтетін боламыз. Мінекей жалпы сіздер осы эффектіні қалаған жерінен осылайша кішірейтіп, ұзартып, немесе осылайша видеоның басынан соңына дейін, немесе бас жағына, немесе керекті бір жеріне осылайша қойсаңыздар да болады. Енді бұл жерде мен эффекті тело деген бар, яғни мына эффектіні қоямын, яғни мінекей мына үстіндегі эффектіні өшіремін. Мына эффекті мына видеоға ешқандай әсерін тигізіп жатқан жоқ. Мына жерде мен адамға қойған эффекті бар, адамға әсерін тигізіп тұр эффекті. Мына жерде цветін өзгертсе болады екен, мына жерде диапазон, мына жерде интенсивность дейді, ал мына жерде фильтр дейді. Мінекей енді дәл осы мына эффектіні мен видеоға әсер етпеді. Енді мен бұны жылжытып осылайша адамға қоямын. Яғни мені көріп тұрған болсаңыздар, бұл жерде мына 2 эффект, бір видеоға 2 эффект әсер етіп жатыр. Яғни мына жерде эффекті тело деген бар. Бұл тек қана адамға әсерін тигізетін эффекттер болады. Бұны сіз мынандай табиғаттағы осындай бір немесе ғимараттар, сол сияқты тау-тастар, сондай видеоға қойсаңыздар, бұл әсер етпейді, және жануарлар түсірілген видеоға да әсерін тигізбеуі мүмкін. Мінекей мына жерде жай ғана табиғат, бұл жерде ешқандай эффект әсер етіп жатқан жоқ. Ал мына жерде эффекті видео дегені бұл бүткіліне әсерін тигізетін эффект. Яғни мен мысалы мынаны қоямын. Дәл осы эффект мына жерде көреміз, адамға әсер ете ма? Міне. Бұл эффект мына адамға да әсерін еткізеді, сосын мынандай жай ғана картинкаға да әсерін еткізеді, сосын мына адамның сурет тұрған картинкадағы әсерін тигізеді деген сөз. Ал мына жерде енді эффекті телоға кіреміз да, мына эффектіні алып картинкаға қойып көреміз. Яғни бұл картинкаға әсерін тигізді, ал мына жерде адамға да әсерін тигізді. Енді бұл жерде барлық эффекті 100% адамға әсерін тигізіп, қалғаны ешқайсысы адамға әсерін тигізбейді деген емес. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, дәл осы эффектілер осылай жұмыс істейтін болады. Мысалы мына жерде адамға әсер ететін эффект бар, мен осыны қоямын, мына осыны өшіріп тастаймын, қазір көреміз. Мінекей мына жерде біздің эффектіміз мына жай ғана картинкаға әсерін тигізіп жатқан жоқ. Ал мына жерде картинкада адам бейнесін автоматты түрде тауып алды біздің эффект. Мына жерде енді адамға әсерін тигізіп жатыр. Жалпы сіздер осы жерде эффектіні қалағанша пайдалансаңыздар да болады. Мысалы, егер дәл осы эффектіні дәл осы арақашықтықтан басқа эффектке ауыстыруды қаласаңыздар, заменить кнопкасын басасыздар, сосын мына жерде осылай керекті эффектіні өздеріңіз таңдап аласыздар. Яғни мына жерде өздеріңізге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді эффекті бөліміне кірсек, мына жерде бүткіл жанрлар бар. Қалағанша өздеріңіз осы эффектілерді өзі көрсетіп тұрғандай, мысалы мына эффект былай ойнайды деп осылай көрсетіп тұр. Дәл осыны өздеріңіз видеоларыңызға қойып алсаңыздар да болады. Немесе мына жерде поиск бөлімінде кез келген эффектінің атын жазып іздесеңіздер болады. Мен мысалы мына жерде туннель деп жазамын. Қазір туннель шығады.
Мінекей мына эффект маған ұнайды негізі. Атменен бастым. Мінекей мына жерде туннель эффект пайда болды. Енді мұны дәл осы жерден настройка жасауға болады. Яғни мінекей атмосфера дейді, вертикальный дейді. Дәл осы жерден өздеріңіз қалағанша эффектіні осылай настройкасын осылайша туырлап істеулеріңізге де болады деген сөз. Эффекті бөлімінде мына жерде трендтегі эффектілер, про эффектілер, сосын мынаяқтан начальная заставка деп қойған екен, яғни видео басталғандағы эффектілер. Бұл жерде өте көп түрлері бар. Мына жерде ночной клуб деп қойған, объектив деп қойған. Яғни мінекей өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, объектив бұл көбінесе камераға қатысты эффектлер болып есептеледі. Мына жерде световой дейді. Бұл световой өте видеоға керемет атмосфераларды береді негізі. Мына жерде ретро деген ескі баяғы фильмдерге қойылатын эффекті. Яғни сіз бір видеоны түсіріп жатқан болсаңыз, ол видео примерно 1995 жылдары шыққан болса, осы эффектлерді қоятын болсаңыз, сіздің видеоңызға осылайша ретро эффект беретін болады. Ал мына жерде глич деп қойған. Өздеріңіз дәл осы эффектлердің барлығымен осылай көріп танысып шығуларыңызға да болады. Мына жерде экран деп, вращение деп тұр, экран деп тұр. Сосын мына жерде звезда движения. Яғни мына жерде де бұл неге де эффектіге де кейін тоқталып өтетін боламыз. Мына жерде текстура дейді, мультяшный. Енді бұл жерде сіз дәл осы эффектінің біреуін таңдасаңыз, мысалға мен мына жерде разделение дейді, интерфейс, граффити, праздник. Дәл осы жерде мен мына граффити деген мына жерде мен мультфильм эффектін таңдайтын болсам, мысалы мінекей бастым. Енді мультфильм эффектіні өшіріп тастаймын. Дәл осы жерде сіз өзіңізге қатысты бір стиль пайда қылсаңыз болады. Яғни мына жерде мен мына мультяшный эффектіні пайдаланып жатырмын. Енді бұл жерде мына переходты да мен мультяшный қылып алсам болады. Яғни мына жерде қазір көріп шығамыз. Глич, переход, маска дейді, основной дейді, разметие, движение, световой дейді, наложение. Яғни мен мына жерде мына световой эффектіні қоямын, сосын өшіріп тастаймын. Мінекей мына жерде световой эффект қоямын қазір. Световой эффект. Мінекей дәл осы жерде переходты да, сосын эффектті де осылай бір стильде істейтін болсаңыз, сіздің өзіңіздің ерекше бір стиліңіз шығатын болады. Бумажный стиль бар, мына жерде сетевой, осылай өзіңіз қалаған бір стильді өзіңіз жаратуыңызға да болады деген сөз. CapCut бағдарламасында видеоға арналған эффектінің анимация және де переходтан айырмашылығы, видеоға арналған эффектіні анимация ретінде видеоның басына, соңына немесе ортасына пайдалансаңыз болады. Немесе видеоңыздың жанына тағы бір видеоны қосасыз, және де екі видеоны қосқан кезде ортасына переход ретінде де істетсе болатын сондай бір ерекшелігі бар. Жалпы сіздерге эффекті жайлы видеомыз түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлемет аман болыңыздар.